Әрбір адамның басынан бір қызықты өміріне бағыт-бағдар берген оқиғалар өте көп болады. Менің өзіме де сондай оқиғалар өте көп жиі кездескен. Бірақ біліңіз, сіздің басыңызда қандай да бір қиыншылық болса, қандай да бір уайым қайғы болса, мүмкін сізге бір жақсылықтың есігі жабылса, біліңіздер, Алланың басқа жақсылық терезесі ашылады. Үмітсіз халқымызда шайтан деген. Кезінде бір қиыншылықпенен бір кісіге қайырылғанымда, ол кісі мені қағып, итеріп шығарып салған кезде, далада кетіп бара жатқан жай бір адам сол менің мұқтажымды шешіп берген жағдайы бар. Және осындай оқиға көпшілігіміздің басымызда бар. Сондықтан қандай да қиыншылық жағдайда болсаңыздар, біліңіз, Алла тағала сізбен бірге. Және сізді ешқашан тастамайды. Қазақ айтады ғой, үмітсіз шайтан дейді. Сондықтан үміттеріңіз үзілмесін ағайын.